сәттілік тілейміз, иә, барлығымыз балалар. Ал қазір балалар топтарға бөліну үшін келіп, мына жерден мақал-мәтелдер алыңдар балалар, топ-топқа бөліне қалыңдар. Жылдамдатамыз біраз. Жылдам балалар. Кек алған емес, кешірген жақсы. Жақсы. Кек алған емес, кешірген жақсы деген мақал балалар. Не себепті? Өйткені бақтығы жараспай өлтіреді, оны өлтірмей оны кешірген дұрыс еді. Өлтірмей оны кешіргені де дұрыс болар еді. Иә, балалар, жақсы. Отырыңдар. Келесі құрадыңдар ма? Жақсы. Пейір болса, келелі мейір болады. Бұнда жараспай емес, егерде елді бай болса, онда бақтығы құмысқа бармесе мейірді болар еді. Бақтығы құмысқа бармесе жақсы. Келесі. Барымтаны бай алады, бәлеске қалады. Барымтаны бай алады, бәлеске қалады. Бұлай айтыл себебі жарыспай барымтаға келуге бақтығылы жібереді. Барымтаның пайдасын кім алады? Жарыспай алады, бәлесі кімге қалды? Бақтығылға қалды, өте жақсы. Келесі тоқ. Бақтығы бай, ермегі ал, бақтығылы емегі ал, бақтығылайдың ермегі болуы. Бақтығылың адал еңбегі жараспайдың ермегіне айналды. Жақсы алдарына алып отырыңдар. Жарайшы балалар. Енді балалар, өздерің атап өткендей, өткен тақырыбымызға сәйкес мақалдарменен топ-топқа бөлініп отырсыңдар. Иә, балалар. Енді сендер байқасаңдар алдарында мұхтар танушылар, мына жерде тұрар танушылар, мына жерде лингвист тобы, мына жерде тарихшылар тобы болып бөлініп отыр. Ары қарайғы сабағымыздың барысында сендерге тапсырмалар осы сабағымызды бүгін міне Мұхтар Әуезовтің Қараш-Қараш оқиғасы повесін қорытындылау мақсатында осы бағытта әркім тапсырмалар орындайтын болады. Қазір балалар, сендерге мынау қысқаша ғана суреттері Тұрар Рысқұловтың өміріне балалар. Сталин. Жақсы балалар. Келесі тағы да міне мынау атақты түрксіб темір жолын салу барысында, мына адам кім балалар? Ленинге де ұқсайды, Астанау қолдан салынған сурет қасындағы кім? Жарайды, жақсы. Келесі мынау Әуезовтің өмірінен кішкене суреттер берген. Мына кісі Қайым Мұхамедханұлы деген абайтануды зерттеген адам. Қазір сабағымызды қысқаша бір 4-5 сұрақпенен қорытындылап өтейік, балалар. Қайынкей. Мұхтар Әуезовтің тырнақалды туындыларын ата дейді. Мұхтар Әуезовтің тырнақалды туындыларын атаймыз. София атай ғой. Адамдық негізі әйел, Иетлеп кебек пьесасы. Адамдық негізі әйел деген қандай шығарма? Публицистикалық шығарма. Қай жылы жазылған? 1917 жылы. Мұғалімдер семинариясында оқып жүрген кезде жазылған. Жақсы отыра ғой, алғашқы шығармалар. Келесі. Балалар, біз оқыған Қараш-Қараш оқиғасы повесінің тақырыбы не жалпы? Тақырыбы не? Ескі қазақ ауылындағы әлеуметтік теңсіздік туралы мәселе қозғалған. Жақсы, ескі қазақ ауылындағы әлеуметтік теңсіздік мәселесі қозғалған екен. Келесі балалар, Қараш-Қараш оқиғасы повесінің жазылуына негіз болған оқиға. Кәні лингвист тобы белсендемесіңдер. Динара. Мұнда негіз болған оқиға Мұхтар Омарханұлы Әуезов Тұрар Рысқұловпен бірге сұхбаттасқан кезінде Тұрар Рысқұлов өзінің әкесі, яғни Бақтығұл туралы, Қараш-Қараш оқиғасында Бақтығұл туралы көптеген мәліметтерді айтып берген болатын. Басынан өткен оқиғаларды айтқан. Яғни Тұрардың әкесі Рысқұлдың басынан өткен оқиғалар негіз болған. Жақсы. Келесі балалар, Тұрар Рысқұлов туралы қандай тарихи шығармалар білесіңдер? Тұрар Рысқұлов туралы қандай тарихи шығармалар білесіңдер? Қандай Назерге? Бірінші Қызыл жебе, бұның авторы Шерхан Мұртаза, екіншісі Бесеудің хаты, бұл да Шерхан Мұртазаның шығармасы, келесі Темірғали Нұртазиннің Тұрардың аты деген шығармалары. Жақсы. Жаңағы бірінші Қызыл жебе дегеніміз қандай шығарма балалар? Роман. Бесеудің хаты дегеніміз қандай шығарма? Пьеса. Өте жақсы балалар. Енді балалар, осы жерде неге Қызыл жебе деп аталды? Кішкентай өткен сыныптан есімізге түсіріп жүрейікші. Шерхан Мұртаза неге Қызыл жебе деп атады бұл романды? Қызыл жебе деп неге атап еді? Бала Тұрар деген әңгіме оқығанда айтылған балалар. Қызыл жебе деп неге атады? Қызыл жебе деген не еді ол? Қызыл жебе деген ол әкесінің өзінің
өте жақсы шабатын аты болатын ол. Бәйге асылдың аты болған, иә? Яғни, не себепті бұл тұлпардың атын қойды бұл шығармаға? Себебі онда ол Рысқұл Тұрарда қандай болды балалар? Сол сияқты еркіндікті сүйді, иә? Жаңағы кең далада өзі тәуелсіз ел болуды аңсады, иә? Осы мақсатпен қойған болатын. Жақсы, келесі шығармаңыз. Бала, қараш оқиғасына орай түсірілген қандай көркем фильм бар? Сендерге көр деп айтылған болады. Данияр айта осы. Осы қазақ фильм мен қырғыз фильм қосып бірігіп шығарған фильм Асуға атылған ол фильмнің режиссері Болотбек Шамшиев. Жақсы. Осы рөлде балалар кім ойнады? Бақтығұлдың рөлін, Тұрардың әкесінің рөлін кім ойнады? Сүлейменқұл ойнаған болатын, иә балалар? Бұл фильм қай жылы түсірілді? Ендеше балалар, қазір сендер кейбіреуін көрген жоқсыңдар, осыдан сәл соңынан үзінді көріңдер осы. іштерінде көргендерің де бар, көрмегендерің де бар, бұл фильмді. Жалпы кішкене мағлұмат болсын деп көрсетіп өтті. Енді қазір балалар сендер мынандай тапсырма орындайсыңдар. Қорытып, бекітіп, бүкіл біз осының алдындағы екі сабақта алған білімдеріңді. Сендер Мұхтарға постер қорғайсыңдар. Мұхтарға постер қорғап жіберіңдер. Жасап. Сендер балалар Тұрар ағаларына постер қорғайсыңдар. Тұрар Рысқұловқа. Сендер жалпы қараш оқиғасы туралы осы оқиғада не айтылды, көркем сөздері, оның ішіндегі автордың идеясы мен тарихи соның барлығын жазасыңдар. Сендер тарихи тұрғыдан айтасыңдар, балалар?
бағыттарым бар, әлі де асықпай барлығын бүгін да қорғайды, сол тұрғысынан айтып, дайындалуыңыздан. Сен мысалы бір нәрсесін айт, сен бөлігіне бір нәрсесін айт, сен өзіңе бір нәрсесін ал, түсінші ме? Егерде азын жататын болсам қалады дұрыс айтасың. Егерде әрқайсыңыз өзіңіз бір уақыт өтесіздер ме? Өте жақсы. Тұрақ-танушылар жолы дайын екен балалар. Кәнекей, тұрақ-танушыларды тыңдап отырамыз, құлағымызбен балалар. Қалғандарымыз постерімізді жалғастыра береміз. Біздің постеріміз тұрар деген тақырыпқа болды. Біз бұған күнді салдық. Себебі Тұрар Рысқұлов сол кездегі қараңғы бұлттардың арасынан жарқырап шыққан күн іспетті болды. Ол өзінің қазақ еліне шуағы шашты жылу және жарық беріп отырғандай болды. Осы Тұрар Рысқұлов көптеген осы күнге дейін кітаптар жазып қалдырды. Солар түркістан кітабы деген Түрксіб деген еңбегі бар. Еңбегі деп айтамыз. Ол 1990 жылы ұлт азаттық қозғалысы басталып ол соған қатыса бастады. 1917 жылы Ақтау уезінің Меркі ауылында қазақ жастарының революциялық одағын құрған. Одан көп еңбек жасап қалдырған бізге. Осы Тұрар Рысқұлов осы қазақ ақылдарының ішіндегі осы ең биік дәрежеге жеткендердің бірі болып саналады. Ол Сталиннің орынбасары болып қана қоймай, ол сол кезде қазақтың неғұрлы ашаршылық, қиын жағдайы қайта-қайта Сталинге айтып отырған. Соның әсерінен Сталин оны қайта-қайта билік басына келуін қаламай, оны Монғолияға өтірік сапармен өзінен алыстатып жібереді. Сол кезде де ол өзінің сыйластығындағы іскерлік, тіл тапқыш және көпті көрген өзінің өмірдегі қасиеттерін пайдалана отырып, сол ұлан батырмада көптеген жарқансыз жайларда Монғолияда қызмет атқарады. Сонда Ұлан Батыр деген осы Монғолияның астанасының атының пайда болуында да үлкен үлес қосқан. 1924 жылы Тұрар Рысқұловқа Түрксіб темір жолын салуын міндеттейді. Оған 6 жыл уақыт бергенмен ол оны 3 жылда тездетіп салып бітіреді. Және де 1933 жылы ол Қырғызстан деген атты кітабын шығарады. Қырғызстан деген еңбегі жарық көреді дейді. Жақсы, тағы да алып қосарланады. 1920 жылы Тұрар Рысқұлов Түркістан қаласындағы орталық аркомның төраға қызмет атқарады. Осыған қарап біз Тұрар Рысқұловтың өмірінде сондай жоғары қызметтерді атқарғанын көре аламыз. Жақсы.
Ол әрдайым қанша жоғары қызмет атқарса да өзінің қарапайым шаруа отбасынан шыққанын ұмытпай, әрдайым қазақ халқының жағдайын ойлады. Жақсы, Және сол үшін қаза тапты. Жарайды, жақсы. Постерларыңды бүгінгі сабақта деген тақтаға апарып жапсырып қойыңдар. Жақсы. Келесі дайындық бар ма? Ал, жақсы, келіңдер. Мұхтар танушылар тобы, иә, балалар? Мұхтар танушылар тобы. Осында Мұхтарда алып бәйтерекке тиілген сыйлығымыз ол қазақ әдебиетіндегі ең алып бәйтерекке ұқсайды. Оның ең алғашқы шығармалары еңлік кебек пьесасы 1915 жылы семинарияда жүргенде жазылған және де адамдың негізгі әйел деген атты шығармасы да бар. Және де тағы да ғылым, тілі, оқу әдісі деген шығармалары атты шығармаларға және олардың аударған бірқатар шығармалар. Жақсы, осы жерден бір сұрақ қояйын. Адамдық негізі әйел деген тұңғыш балалар. Шығармасы газетке жарияланды, иә? Осында жап-жас Мұхтар, студент Мұхтар қандай келелі мәселені қозғады? Сендерге айтылған өткен сабақтарда. Қандай мәселені айтып еді? Ұлтыңның басынан қайғы арылу үшін кімнің басында қайғы болмаса? Әйелдің, ананың басында қайғы болмаса, ұлттың басында қайғы болмайды деп айтқан. Мұхтар Әуезовтың повесть әңгіме очерктері, повесттері үш күн Түркістан осылай туған және де әңгімелері қорғансыздың күні оқыған азамат барымта іздер деген әңгімелер бар. Біз оқыған повесть неге айтпайсың? Қараш оқиғасы повесі бар екен. Тағы Осы Мұхтар Әуезов драматургия саласына көптеген еңбек сіңірген. Драматургия саласы Мұхтар Әуезовтен кейін ғана көптеп дами бастады. Ол еңлік кебек, бәйбіше тоқал, қарагөз, айман шолпан, түнгі сарын деген сияқты пьесалар бар. Мұхтар Әуезов марапаттарына жоқ санатпыз. Солардың бірі 1949 жылы алған Абай романы үшін бірінші дәрежелі КСРО атағы сыйлығын алған. Және 1959 жылы Абай жолы романы үшін еңлік сыйлығы алған. 1959 жылы Абай жолы роман эпопеясы Совет одағындағы ең жоғарғы марапаттың түрі Ленин сыйлығын алған. Жақсы. Тағы бар ма? Жақсы, тамаша, жақсы. Тарихшылар тобы, иә? Біздің тарихшылар тобы бұл постерді біз қазақ елінің жүргізген ғылым пирамидаға теңедік. Бұл себебі қазақ елінің осы тәуелсіздік шыңына осы пирамиданың яғни тау сан қилы белестері жүргізген баспалдақпен биікке көтерілгенін білдіреді. Бұнда біз ең бірінші 1916 жылы шілде айының бас кезінде ұлт азаттық көтерілісі болып өтті. Ал 1917 жылы 25 қазанда қазан төңкерісі болып өтті. Келесі Кеңес одағының құрылуы болған. Бұл Кеңес одағы 26 тамызда құрылды. Бұл балымен ода қосылған ауыр жол өткен болатын. Келесі ол азамат соғысы. 1918-20 жылдар болыпты. Келесі 1926 жылы Түркістан темір жолы салынып, оны қолдануға берілген болатын. Ал 1917 жылы кіші қазан революциясы болды. Кіші қазан революциясы болды, жарайды. 1939 жылы 1-2 қыркүйекте екінші дүниежүзілік соғыс басталды және де 1945 жылы аяқталды. 1986 жылы 16-19 желтоқсанда желтоқсан оқиғасы басталды. Оған қатысқандар Ләззат Асанова, Қайрат Рысқұлбековтер. Осы пирамиданың негізінде біз Тұрар Рысқұловтың да негізін айтпай кетіңдер. 1991 жылы Тұрар аңсаған Қазақстан өз тәуелсіздігін алды. Өз тәуелсіздігін алды. Өте жақсы. Не себепті 1916 жылдан бастап жүрсіңдер? Не себепті 1916 жылдан бастадыңдар? Тұрардың күресі, қазақ ұлты үшін күресіп бастаған
Уақытынан бері қарай болсыңдар. Жақсы постерларыңды тақтаға қойып қойыңдар. Жақсы балалар, келесі лингвист тобы дайынсыңдар ма? Ал жақсы келді. Біз мұнда түрмені салған себебіміз бақтығыздың өмірі түрмеден басталып түрмеде аяқталған болатын. Және де осы баспалдақтарға міне мысалы біз осы баспалдақтарға негізгі түйіні жанры автор туралы жаздық. Жарайды. Авторы Мұхтар Әуезов. Тақырыбы есіп қазақ ауылындағы Ескі теңсіздік туралы. Тұрмысы мен Ескі қазақ ауылындағы әлеуметтік теңсіздік мәселесі тақырыбы, иә? негізгі түйін сол кездегі халықтың ауыл тұрмысы мен әлеуметтік теңсіздігі. Және де біз мұнда осы түрменің терезелеріне әдеби ұғымдарды жазған болатынбыз. Ол әдеби ұғымдар метафора, Көркемдегіш көркемдегі тәсілдерді. Мысалы эпитет бұнда көк түтін, бітеу жара, күңгірт көз, қара сақал, боз бие және тағы да басқалары. Және сіз семейге кетіп қалсақ, семейден осы қой тұрған бөрідей ұзын, қой тұрған бөрідей ұзмақ, дауысы айтқандай ренде ұшты ерген ренде портрет ете кетсек, мұнда теке сора сақалды, бітік көзді, ұзын қара кісі, балуан денелі, иық, кесек, сүйегі балғын, кесек, иықты және тағышқылары. Портретті олай алмайды балар. Портретті толық сөйлеу күйінде алу керек болмасындар, иә? Сендер ана жерде арасында епитеттерін тағы басқалайларын кезіп тұр екен. Набағаға метафораны жазған кетімізді, онда жараспайтын жаулығы деген. Ал пейзажды жазған набағаға пейзажды жазды. Қараш-қараш айнала қоршаған тасты, тақыр биіктер, қарағайлы, жүндес жоталар болды. Яғни қараш-қараш деген не екен? Тау. Үш салаға бөледі. Осы оқиғасынан біз көмерген сөздерді де кездестіріп жатырмыз. Бірінші ол байыташы, құныкер, шегартпа, болыс, ояз және кебежі деген сөздер. Өте жақсы. Постерларын өте тамаша. Ортаға орнатып қойыңдар балалар. Жақсы. Постер қорғау жұмыстарын өте жақсы болды балалар. Жаңа біз кішкене постердің алдында мына тапсырманы орындап кету керек болған. Мен сәл асығыстық жасап жеттім. Қазір балалар, жаңа өздеріне айтып өткендейін түрлі тапсырма бердім. Сендерге 4 тапсырма дайындалды. Бірінші мынау өздерің көп тұрғандай қай топтың тапсырмасы? Лингвист тобының тапсырмасы, яғни шығарма жалпы қараш-қараш повесі балалар неше тараудан тұрады? 8. Яғни сендер не істейсіңдер? Мазмұнына сәйкестендіресіңдер, иә? Жарайтқан тілшілер тобынан келсін, кім келеді? Ардақ келе ғой. Ардақ келе ғой. Сәйкестендіресің, иә? Мазмұнын айтып тұрып сәйкестендіріп болады. Бірінші, қандай оқиға болды? Бақтығұлдың Сәлмен ауылынан асырау және Тектіғұлдың өлімі. Не істеуші еді? Сәлмен Бақтығұлдың інісі Тектіғұлды аяусыз малымды қайра қоймадың боранды түнде деп сабап өлтіреді, иә? Ары қарай не болады? Ары қарай екінші бөлім бұл Ақжұлдың тайы. Бақтығұл Сәлменінен боз биені ұрлап кетеді. Иә, жақсы. Ажырап кетеді дағы, одан кейін Сәлменнің ауылынан боз биені ұрлайды. Ары қарай не болады? Келесі үшінші тарауда не болады? Ұрлықтың қорлық онда боз бие қуыршылар келіп боз биенің етін алып кетеді. Етін алып кетеді, сол жағасар аяусыз соғып кетеді, иә? Ары қарай не істейді осы соққыдан кейін? Ана Бақтығұл Жараспайдың ауылына Жараспай деген не істейді өзіне? Сәлменге Сәлменнің кек алар ма? өзіне пана іздейді. Яғни кімге барады ол? Бесінші тарау ол Жараспай Бақтығұлды өз қол астына алады да және ұрлыққа жібереді. Жақсы. Жараспайдың жеңісі деп тұр Ардақ. Қандай жеңіс туралы айтылып тұр? Жараспай өзінің немесін алып барады. Не істейді? Бақтығұлды барындағы жіберіп, сол малды қаладағы болыстарға, тағы басқа үлкен жаңағы сол кездегі шенді адамдарға пара беріп, өзі келесі бұл Жараспай Бақтығұлды неме сен сол малды ұрладың деп қаралайды.
Не себепті өзінен өзі қаралай ма? Не болушы еді осы жерде? Не болушы еді? Адамдар қайтеді? Дауыс қой енді, жараспайды. Келіп шағымданады. Біздің бәлен малымыз жоғалды, біздің түгілен малымыз жоғалды деп. Бақтығұлға жаңағыда, жақсы ары қарай не болады? Ары қарай қуғын бақтығұлды қуады. Қуғышылар бақтығұлды. Оның түрмеге кестірсе, бақтығұл елінен қашып кетеді. Ал ең соңғысы қылмыспен жараспайды өлтіреді де тұрады. Рысқұл өзі түрмеге өтеді. Жақсы. Ат жүйесіне. Өте жақсы. Келесі тапсырма, балалар, келесі топқа арналған тағы да тапсырмамыз бар. Оқиға қай жылы болды деген балалар тапсырма, иә? Оқиға қай жылы болды деген. Қараш-қараш оқиғасы повесі жазылды. Мынау қай топқа арналған тапсырма? Мұхтар танушылар тобына арналған тапсырма. Кім жазады? Кел. Қараш-қараш оқиғасы повесі жазылды. 20 Неше жыл уақыт аралығында жазылды? Абай романы үшін бірінші дәрежелі сыйлығын алды, иә? Және Абай романы эпопеясы үшін Жақсы, жақсы. Келесі тапсырма қалды. Келесі тапсырма. Жоқ, өшірмей қой, келесін отыр. Мынау балалар кімге арналған? Танушылар тобына арналған. Кім келеді, кәмпит балалар? Кім келеді? Елдар келе ғой. Қай жылдары әкесімен бірге Верный түрмесінде отырды тұрады? 1905-ші. Ручкаға бар, ручкаға. 1905-ші және 1906-ші жылдары. Жарайды. Түрксіб кітабы жарық көрді 1930 жылы. Түрксіб атты кітабы деп тұрсады. РКФСР ұлттық істер жөніндегі комиссардың, яғни Сталин екінші орынбасары болып тағайындалды 1920 жылы. Пантүрікшіл халық жауы деген айыппен ату жазасына кесілді 1938 жылы. Келесі, балалар шарықшылар тобына арналған тапсырма кім келеді? Назерке. Назерке өздеріне отыр екен, Назерке. Отағыздың көтерілісінің бастауы 1916 жыл. Дұрыс, жарады. Екіншісі ғой мұғалім 1900. Біріншісі 1916. 1916 біріншісі. Дұрыс. Екіншісі 1917 жылы Советінің орнауы 1917 жыл. Үшіншісі азамат соғысы. 1918 жыл ма? Тұрардың бастауы. 26 Түрксіб темір жолының салынуы 1926. 34. Назерке, түрксіб деген сөз қалай түсінесің? Түрксіб деген сөз. Түрксіб деген сөз. Кім қалай түсінеді бала? Түрксіб темір жол деген бұл темір жол Түркістан мен Сібірді байланыстырып тұрған. Тоқман Түркістан деген. Жақсы балалар. Барлық топ тапсырма орындадық, иә балалар? Так, енді балалар, қазір барлығымыз тапсырманы орындап болсақ, біз орнымызда отырып, әрбір топ өзіміздің жаңа тобымызға қатысты шығармашылық жұмыс орындайық, иә? Өлеңдерімізді жазайық, асықпай, мұқият. Сендер Мұхтар ағаның, Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың барлық еңбектеріне, жаңағы оның тағы не істеді, не қойды, несіменен ерекшеленіп тұр қазақ әдебиетінде осылығында өлеңдерді жазасыңдар, жақсы ма? Так, сендер тұрар танушылар, тұрарға жазасыңдар өлең, тұрар Рысқұловқа арнау шығарасыңдар деген сөз.
сендер қараш оқиғасына қатысты, иә, жалпы. Сөзбен, қара сөзбен жазасыңдар ма, өлеңмен жазасыңдар ма, жарай ма? Ал, бастаңдар. Тарихшылар, сендер сонау Тұрар Рысқұловтан бері қарай әкелесіңдер. Бүгінгі күнмен байланыстыруларына болады. То бірге отырып, бірге жеке-жеке істей берулеріңе болады. Жалғыз топ бір шығарма жазуға болады. Жазыңдар мына жерге. Жазыңдар. Сөздерді айтып, қастарын жақсы, тағы да іздеңдер, тағы да өткен жолдары Дидар, сен бір неме әкелгенсің, дәптеріңмен қара. Иә. Сендей жан қасыларда бірі туар. Нормально ой. Енді үшінші мақсатта. Үшіншісіне әрқашан ойладым сен Дайын болып қалған бар ма? Бір шумақ, екі шумақ болсын. Бар ма топ? Дайын болған. Бар ма топ? Дайын болған топ бар ма? Өте жақсы, алдына тарихшылар тобы дайын екен балар. Мынау автор орындығы балалар, иә? Шығарма өздеріңізді болса келіп отырасыңдар, иә? Білеміз, ал жақсы. Елміз. Қазағымның тарихы құралады ғасырдан, тәуелсіздік жолында өттік талай асудан, татулығы қазақтың даңқын көкке асырған, бірлігіміз жарасқан, мақтанамын қазағымдай асылдан. Батырлары ұрандап жауға шапты, ұрпақ үшін жасады болашақты, ата-бабам қалдырған аманатты, бірлігіміз жарасып сақтайықшы. Жарайды. Данияр Малтынбеков. Адамның еңбегін қанаған, елдің малын тонаған, әлсізді ұрып жұғатқан, естінің есін қуатқан. Заманда өмір сүріпті, Рысқұл әкесін ел біліпті. Бүгінде ата заңымызға бұның бәрі қылмыс болып еніпті. Өте жақсы. Ата заңымызда қандай қылмыс түрлері кездеседі осы қараш оқиғасында? Қандай қылмыс түрлері? Ұрып соғып, өлтіру, азаптау, адам еңбегін жеу. Бұның барлығы қазір әртүрлі қандай заңдарда қарастырылады? Еңбек кодексі деген тағы да басқадай заңдарда қарастырылады екен. Иә, балалар? Сотталады, өшіріңдер, әлі жақсы болсын. Жақсы ал, лингвист болып келіңдер. Өзің жаздың ба, Динара? Жаз. Ал, жарайды. Лингвист тобының жұмысы.
Құрамай өмір ғажабын, көп тартқан кедейліктің азабын, ағайынды бақтығұл мен тектіғұлдың өмірлерін өлең қып біз жазайық. Жанына басты інісінің қазасы, жүректің жазылмас жарасы, інісінің кегін қайтарам деп байланған еді тектіғұлдың ағасы. Көмек сұрап байекеден ағалап, жараспайға барды шағалап, байдан да ешқайыр болмады, жала жауып өзіне, ісі оның оңбады. Ақыры қашты далаға, қарамай бала шағаға, ашуыза қайнап бойында, тек қана кек алу болды ойында. Күтті байды қараш-қараш тауларының басында, көрді байды бір топ атты қасында, інісін ойлап тағы да ол серт қылды, кегім осылай қайтсын деп жараспайды мерт қылды. Ал, ана, тұрар танушылар, жақсы балақтар, тұрар танушылар десін. Сендер жақсы неме белгі бермедіңдер. Қайын спикерларын кім дұрыс жұмыс істемейді? Алаштың сом тұлғасы Тұрараға, жетпеген азаттуын ұранаға, Сталиннің орынбасары да болған, даналығын, іскерлігін Тұрар алда. Тарихтың қасіретті белестері, елшіңе келіп қатар өрістеді. Түріксіп Қырғызстан жинақтары, халқына арнаған еңбектері, Сталинге ұсыныспен хат жолдаған, халқын аштықтан құтқаруды ойлаған, халық жауы жаласымен атылып, өлерінде тазаланып, ақ көйлекке өзін-өзі ораған. Жақсы, тамаша балалар. Жібер ағамызбен байланыстырып жазған, иә қымбат, өте тамаша. Біз білеміз, Қызылжебе ағаның соңында Тұрарды ату жазасына кетер кезде не сұраушы еді Тұрар? Жуынып тазалануды. Барып, жуынып, таза толығыменен келіп кездеседі. Аппақ таза киімменен өлімге дайындалып келген болатын. Иә, ал мұхтар танушылар келдер. Кім? Рыскүл келе ғой. Қолдарын шапалақтай алмай отырсың. Абай жолы арқылы біз дәленге тынықты, пьесалары арқылы драматургияны дамытты. Мен автор орындауына отырмаймын, себебі бұл тақпақпен өз тақпағым емес, қосымша дерек іздегенде интернеттен. Жақсы айтасыз. Қазақ халқы кенде емес ұлыларға, ұлсыз болған елдің күні бар ма? Мұхтар атты асқақтап тұра берер, бұл Абайдың сом алтын жыры бар да. Мұхтарын ұмытпайды дана халық, өзімнен болашаққа бар адалып, әлемдік әдебиет биігінде әр сөзі сом алтындай бағаланып, тұрады ұлы Мұхтар дараланып. Барлық бұл айтты, иә, балалар шығармашылық жұмыстарын. Енді жаңа балалар, сендерге бірінші болған топқа тапсырма берген интернеттен Тұрар туралы пікір айтыңдар деп, иә, іздеңдерден, иә. Тұрар туралы пікір, жалпы оның алдында үйге де тапсырма берілген. Тұрар Рысқұлов туралы қандай қоғам қайраткері, қандай ғалым не деп айтыпты деп. Кімде бар? Кімде бар? Бар ма? Бар ма алдарында? Тапқан. Бар ма алдарында? Бар ма алдарында? Тұрар туралы пікір. Ғалымдардың, қоғам қайраткері, мүмкін елбасының пікірі мінекей. Бар еді, не құрды? Рысқұловтың асыл аралығына тағзым етіп, атын ардақтағандар біздің ойымызға оның ел үшін еткен ең ересен, ең ірі, ең қасиетті еңбегін алдымен оралды. Қазақ даласының айдың күннің алаңында қазан ұрамай, қар жаумай-ақ келген нағыз нәубет алапат ашаршылық тұсында Рысқұлов тұлғасының шын мәнінде ұлы екенін айқын көрінеді. Ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болып тұрған қырына алғанның қабырғасы қақыртап көлденеңнен тұрған. Кімнің сөзі алдағы алып келген? Нұрсұлтан Назарбаев. Нұрсұлтан Әбішұлы. Сендер интернеттен не таптыңдар? Тура сол Назарбаевтың Тұрар Рысқұлов туралы пікірін таптыңдар. Басқа ешкім пікір әкелген жоқ па? Мен ана қыз іздеп отырып тауып алған. Осы Сталиннің сөзі бар еді, Тұрар Рысқұлов. Осы қазақтарды бос қойып беруге болмайды, оларды барынша қысып ұстауы дұрыс деген сөзі бар. Содан Тұрардың қандай қатысы? Онда Тұрар негізінен сол қазақтарды үлкен басшы болған, сол арқылы ол қазақтарға аз да олса көмек көрсеткен. Сталиннің сөзі. Иосиф Сталиннің 1922 жылы 14 мамырда
Орджони Кидзеге жолдаған хатында былай жазылған: Түркістандық коммунистерді еркелете берудің қажеті жоқ, олар ондай құрметке лайық емес. Соңғы 2 жыл олардың барлығы жиылып, жалғыз Рысқұловқа татымайтындығын айқын көрсетті. Мен оның Түркістанға қайта оралуына қарсы емеспін деп жазған. Өте жақсы. Барлық жаңағы адамдарды бірігіп кімге татымайды деп баға берген. Мен оның қайтадан Түркістанға келуіне қарсы емеспін деп бір баға пікір берген екен. Жақсы бала. Енді топ басшылары бағалаңдар. Топ басшылары әрбір топ мүшелерін бағалау парақтары бар. Тез бағалаңдар, қорытынды баға жасаңдар. Кім қай кезде қай бағанда кім шықты? Иә, сұрақ жауапта кім айтты? Жақсы. Қорытынды бағаларын қойып шық жылдам. Қорытынды бағаларын бағалап отырдың ба? Жақсы. Дайынсың ба? Айта бер, дайын болсаң. Дайын болсаң айта бер, мені көрсет. Біздің топта мен, Мағзұмбекова Жансая, Жанарбек Қымбат, Мадекен Руслан, Абдрасимов Елдар қатыстым. Мұнда сұрақ жауапта мен бір сұраққа қатыстым және хронологиялық кестеде біздің топтан Елдар шығып өз тақтаға сәйкестендірді. Және де постер қорғаған кезде барлығымыз белсене қатысып өз ойымызды қорытынды баға бәрімізге 5, дәптерде қосымша дерек бәрі бар, интернетпен бәрі жұмыс істеген. Русланға қанша? Русланға да 5 қойдым. Бұл осы интернеттен көптеген мәліметтер алып келіп бізге көмектесіп отырды. Ал жарайды. Жансаяға неше қойды? Жансаяда қосымша дерек, түрлі хронология кесте бәрі жасалған. Барлығы 5 қойдың. Қымбатқа? Қымбатта бәрі қатысып, өз еңбегімен шығармашылық жұмысында жақсы. Жақсы, жарайды. Тағы сендерде. Динара, бұл. Біздің топта қорытынды бағаңды қорытынды баға барлығына 5 қойдым. Барлығына 5 қой. Ерекше кімді атар едің? Ерекше мысалында айтар едім Аиданы және де Анеланы айтар едім. Және Бекжанда көптеген мәліметтер алып Жарайды, жақсы. Әкел, тапсырыңдар маған. Ағылып кел. Келесі біздің топта бүкіл балаларға 5 қойдым, себебі бәрінің еңбегі сіңді деп ойлаймын. Атап айтқанда Елнұр және Данияр тақпақ шығарды және постерді өте жақсы қорғады. Сондықтан бәрін 5 қойдым. Жақсы. Ал. Біздің топта бәрі жақсы қатысты. Ең өте жақсы қатысқан Дидар, Дарбек болды. Ал біз Рыскүл екеуміз жақсы қаттық, бірақ бұлар өте жақсы қатысқан. Жарайды, екеуі сендерден қарағанда жақсырақ қатысты, иә? Жарайды, балалар, енді мен бағалайтын болсам, Сайлауғазы Рыскүлге 5 қоямын, шығармашылық жұмысы үшін өте жақсы. Софияға 5 қоямын. София постер қорғағанда өте белсенділік танытып отырдым, көрдім. Так, Дидарға қоямын 5, жақсы. Дәулетке 5, хронологиялық кестеде шықты, иә, балалар? Үйге тапсырма. Так, күнделіктерге үйге тапсырма жазып отырыңдар. Елдарға 5, Русланға 5, Жансаяға 4, көп қатысқан жоқ, Қымбатқа 5, Мейіргүлге 5 қоям. Бекжанға 4, Анелге 4, Шүйіңе 5, Динара, Аида, Ардақ Шүйіңе 5. Так, мына топта барлығыңа да 5 қоям. Назерке сәл шатасты, бірақ та 5 қоямын. Балалар, үйге тапсырма жазып алыңдар күнделіктеріне. Келесі Мұқағали Мақатаев туралы қосымша дерек әкелесіңдер. Және Аққулар ұйықтағанда деген поэманы оқып, мазмұнымен танысып келесіңдер. Жақсы, осының сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Балалар,